Құрметті қалайық, содан Шыңғыс ханның тарихына қатысты тағы бір тың дерек табылып отыр. Оны тапқан Айбек Жермұхамед деген азамат, ізденімпаз зерттеуші. Сол азамат ағылшындардың кітап қорынан 1857 жылы жазылған «Дін және тарих» атты ағылшын тілінде кітап тауыпты. Сол кітаптың ішінде ағылшындар былай жазады екен: біз ағылшындар осы ғасырда ежелгі моғолдардың, яғни древний монголы орысша айтқан кезде, тағына отырып алып, Ресейдің патшасын бағындырып, сол арқылы миллиондаған адамды басқарып отырмыз. Сонымен қатар Америка жеріндегі халықтарды басқарып отырмыз деп жаза отырып, осы тақтың құдіретін пайдалана отырып, басқа мемлекеттерге Құдайдың аяндарын неге таратпасқа деп жазыпты. Яғни өздерінің дінін таратуды басқан кезде неге мақсат етпеске деп жазыпты сол кітапта. Кітаптың беттерін, мұқабасын бәрін көріп отырсыздар өздеріңіз. Енді осыған қарап отырып не айтайық? Дәуде болса, сол Шыңғыс ханның тағы дәуде болса, сол ағылшын елінде болу керек. Өйткені 19 ғасырда олар бүкіл жер жүзіндегі мемлекеттердің билігін соғыспен емес, саяси, айтқан кезде мәдени, діни, идеологиялық жолмен узурпировать етіп басып алған. Кейбір жерлерде аздаған соғыстар жасаған, әрине. Мысалы үшін нені Мәскеудің жаңа өздері айтып отыр ғой, орыстың, яғни Ресейдің патшасын бағындырып отырмыз деп. Оны жаңағы узурпировать етіп алған, Ресейдің патшалық билігін немістерді қою арқылы. Яғни бұның бәрін жасап отырған Ватикан. Яғни бәрін басып алған Ватикан. Мысалы үшін 1930 жылға дейін жер бетінде теңдесі жоқ империя ағылшындардікі болған. Қытайда бағынған, жаңағы желіспен, яғни Ресей патшалығының немістер болуымен Ресейде бағынған, Европа бағынған, Африка елдері бағынған. 1930 жылдары Лоуренс Аравийскийдің қолымен араб елдерін бәрін бөлшектеп түгел бағындырып алған. Сонымен қатар Америка, оңтүстік Америка бәріне влияниесін таратқан. Соның желіспен бүгінгі дейін бүкіл дүниежүзі қазір айтқан кезде ағылшындар және жүйіттердің қолында. Жүйіттер олар енді 1911 жылдары ресми түрде пайда болған күштер. Әйтпесе олар бұл жорықты 1880 жылдары бастаған. Ең бірінші олар, ең көп халық жүйіттердің Ресейде болған. Содан Ресейден екіге бөлінген, біреуі осы жақта қалған, жарысы Америкаға барған. Сосын 1911 жылдан бастап Американы жаңағы қаржылық жүйесін қолына алу үшін Американың кризистер жасаған барлығы солар. Ұқсаңыздар, бүгінгі дейінгі жаңағы дүние жүзіндегі триллиондаған доллары бар алып компанияның барлығы солардікі. Қазірде бүкіл дүние жүзінің бәрін солар басқарып отыр. Сонда анау кім айтады, жаңағы ағылшындар айтады өздері, Шыңғыс хан тағын ырымдап отырды. Сонда получается жаңағы ежелгі моғолдардың, ежелгі біздің бабалардың тағын ырымдап бүкіл дүние жүзін басып алып отыр сонда. Рахмет.